Балалар, бүгін сабағымыз етістік, 105 сабақ мәтіндегі етістіктерді табамын, дерек көздерден қажетті мәліметті іздеймін дейді. Бірінші жаттық суретке қара дейді. Балалар не істеді? Балалардың іс-қимылын білдіретін сөздерді ата дейді. Қараңыздар, бұл жерде балалар талдайып жатыр, оған су құйып жатыр. Ал мына жерде қысқа я жасап жатыр. Енді іс-қимылын білдіретін отырғызды, құйды, қопсытты, жасады. Қандай сұрақтарға жауап береді дейді? Не істеді? Қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Сұрақтарына жауап береді екен. Өзіңе ұнаған сурет бойынша мәтін құрастырып жаз, қимылды білдіретін сөздердің астын сыз дейді. Енді мәтін құрайтын боламыз. Көктем келді. Құстар суық жақтан ұшып келіп жатыр. Айбе екеуміз құстарға ұя жасадық. Ұяны ағаштың жоғарғы бөлігіне ілдік. Жем салып су қойдық. Құстар келіп ұяға кірді. Не істедік? Ілдік, содан кейін су қойдық. Қойдық. Құстар келіп ұяға кірді. Құстар не істеді? Кірді, Мына, асын сызып қойымыз. Мына балалар естіп кішігірім мәтін құрасаңыздар болады. Енді бізде ары екінші жаты өлеңді көшіріп жаз. Жемістерді қағады, жаңғақты да шағады. Көк майсаға аунайды, түлкіден бір аумайды. Қимылды білдіретін сөздерді тауып асын сыз дейді. Бұл жерде қағады, шағады, аунайды, аумайды. Бұл сөздерде қандай сұрақтар жауап береді дейді. Бұл жерде не істеді, қайтты деген сұрақтар жауап береді екен, міне. Ары қарай бізде ережені естеріңізде сақтағаныңыздар заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, жүгірді, өсті, ойнады, сайрады. Мәтінге ат қой дейді. Арша. Арша көпжылдық өсімдік, құрамында эфир майы, шайыр, балауыз болғандықтан одан дәрі алынады. Аршаның бір қасиеті уранды табуға көмектеседі. Өйткені арша бұтақ бойына уранды жинайды. Бабаларымыз аршаны киелі деп санайды. Жақсылық әкелсін деп ырыммен үйгеліп қояды дейді. Арша. Мәтін атын арша деп қойсақ болады, Мына жер арша деп қойсақ болады екен. Мәтіннен етістіктерді тап, мәтін етістіктерін оқып көр. Мәтінді етістіктерсіз оқып көр. Не түсініксіз болды? Сөйлеуді етістіктер не үшін қажет екен дейді. Қараңыздар, арша деп қойды. Енді арша көпжылдық өсімдік, құрамында эфир май. Мына бір жерде етістігіміз алынады, табуға көмектеседі, санайды, іліп қояды, әкелсін деген екен. Енді бұл жерде етістіктерді алып тастап оқып көрейік. Арша көпжылдық өсімдік, құрамында эфир майы, шайыр, балауыз болғандықтан одан дәрі. Аршаның бір қасиеті уранды. Өйткені арша бұтақ бойына уранды. Бабаларымыз аршаны киелі деп жақсылық деген ырыммен үйге. Балалар, қарасаңыздар, етістік болмаса сөздің мәнісі болмайды екен. Бұл жерде не жайлы айтып жатқанымыз, не мәтін түсініксіз болып жатыр. Сөзіміз түсінікті, анық болу үшін бізге етістіктер қажет екен. Оран сөздің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал дейді. Оран сөзін Оран ақ түсті металл екен. Мына ақ түсті металл оран екен. Төртінші шартты көпніктен орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемді құрап жаз дейді. Көктем, жер, күн, найзағай, табиғат, ұйқысынан құстар жылы жақты. Қараңыздар балалар, не еткенбіз. Көктем келді, жер жайнады,
Күн жылынды, найзағай соқты, табиғат ұйқысынан оянды, құстар жылы жақтан ұшып келді деп жазады екенбіз міне. Келді, жайнады, жылынды, соқты, ұйқысынан оянды, жақтан ұшып келді дейміз, иә, міне. Сөйтіп орындарына қойып шығады екенбіз. Бұл біздің 4-ші жаттығу екен, иә. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.